Қызылсай ауылының 60 жылдығы сән салтанатпен атап өтілді. Ауылдың орталық алаңына киіз үйлер тігіліп, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтті. Мәдениет үйінде өткен жиында елді мекеннің дамуына үлес қосқандар марапатталды. Жаңаөзеннің қала болып қалыптасуының бастауы болған Қызылсайдың бүгінде ажары артып іргелі ауылға айналды. 5500 тұрғыны бар елді мекен инфрақұрылым, әлеуметтік нысандармен толықтай қамтылған. Ауылдың іргесі бекіп, жылдан жылға даму үстінде. Қойшыларға баспана керек. Жертөлеу мәселесі қалай болды? Жертөлеу құрылысы басталып та кетті. Шараның шымылдығын ашқан театрландырылған қойылым елді мекеннің 60 жылдағы дамуын бейнеледі. Жиынға қатысқан облыс әкімі тұрғындарды құттықтап, ауылдың дамуы үшін маңдай терін төккен тұлғалардың еңбегін атап өтті. Жаңа кішкентай ғана қойылымнан, былай айтқанда, сол барлық тарихын осы қойылымға енгізген сияқты барлығы біздің осы жерде отырған ағаларымыздың көз алдынан өткен шығар. Енді азғантай осы 60 жылдың ішінде біраз үлкен Қызылсай ауылы үлкен жетістіктерге жетті. Мына Жаңаөзен қаласының бастау алған іргетасы алғашқы қаланған осы Қызылсай елді мекенінен басталды. Мерейлі күнде бірқатар азаматтар марапатталды. Сондай Қызылсай ауылына 60 жыл төс белгісі табысталды. Ауылдың азаматтарының аузының біршілігі осының арқасының барлығы. 1959 жылы бұл ауылға тек қана 14 үй көшіп келген. Сол 14 үйдің ішіндегі адамдардың бірінші мұнай атқылағанында сол күні түнде вақтыда болған ардагер ағаларымыз жаңа осы жерде лента қиып мұнайшы несін ашты, мүсінін ашты. Біз соларға тағзым, солардың бізге салып кеткен жолдарымен келатырмыз. Ауылдың 60 жылдағы аясында көптеген жұмыс атқарылған. Өрлеу стеласы бой көтеріп, орталық көшелер абаттандырылды. Абаттандырылған аймақтың барлығы қоршалып, мәдениет үйінің ауласына да жаңғырды. Сондай-ақ мәдениет үйіне Жырау Ұзақбай Қазжанұлының аты берілді. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.